Жақында Кағбаның алдында бір жігіт тұрып, Кағбада оқылатын намаздың өзге жерде оқылатын намаздан бір ерекшелігі бар. Өзге жерде адам тұрған кезде көздерімен сәжде қылатын жерді қарап тұратын болса, Кағбада намаз оқыған кезде адам Кағбаға қарап тұрып оқу керек деген нәрсені айтты. Осыдан кейін ел жұрттың ішінде қаншадан қанша әңгімелер, біз осы уақытқа дейін барлық жерде көзімізді сәжде қылатын жерге қарап келдік қой, енді не істейміз деген секілді сұрақтарды қойып жатыр да. Білесіз бе? Ол қате айтып жатыр. Абу Ханифа мазхабында, тіпті имам Ахмад ибн Хамбалдың мазхабында, тіпті имам Шафидің мазхабында барлық жерде, тіпті ол Кағбаның ішінде болсын, сыртында болсын, жерге қарап тұру керек, сәжде қылатын жерге қарап тұру керек. Ал Малики мазхабында Кағбаның ішінде Кағбаға қарап тұрады. Біздің дәлеліміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көптеген хадистерде Кағбаға кірген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басын көтерген жоқ дейді. Намазда да, намаздың сыртында да басын былай көтерген жоқ дейді. Жерге қарап жүрді дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам еш уақытта ешқандай хадистер келмеген Кағбада намаз оқыған кезде мына Кағбаға қарап оқыды яки болмаса аспанға басқа жаққа қарап оқыды деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүкіл намаздарында сәжде қылатын орынға қарап намаз оқығандығы келген. Сондықтан да өзге мазхабтың қандай да бір сөзін естіп алып, сонымен елдің ішіне бүлік іріткі салуға тырыспаңыз. Алла амандық берсін.